Өткен сенбі-жексенбі күндері Абай облысының орталығы болған Семей қаласының тұрғындары қала күнін кең көлемде атап өтті. Жаймашуақ күн райы да қалалықтарға шат-шадыман көңіл күй сыйлап, мерекені барынша сән-салтанатпен атап өтуге игі ықпал етті. Қала күні мерекелеу облыста алғаш рет ұйымдастырылған Абай марафонымен басталды. Бүкіл қалашымен жүгіріп өтуге бел буған. Спортты серік ететін семейліктер мен қонақтар таң ата Абай алаңында жиналды. Спортпен бұрыннан шұғылданатын, сондай-ақ салауатты өмір салтына енді бет бұрған марафоншыларға қолайлы болу үшін 3, 5, 10 шақырымдық қашықтық ұсынылды. Бұл шараға шаһардағы мекемелер мен ұйымдардың ұжымдары қатысқан болатын. Мәреге жеткен әр спортшы естелік медаль және футболкамен марапатталды. Ерлер мен әйелдер арасындағы әрбір ең үздік нәтиже көрсеткен 3 қатысушы жүлдегер арнайы медаль иеленді. Салтанатты марапаттау рәсімі ұйымдастырылып, барлық жеңімпаздар қала жұртшылығының қошеметіне бөленді. Жеңімпаздарға медальдарды облыс әкімі Нұрлан Ұранхаев, әкімнің бірінші орынбасары Айдын Кәрімов, облыс әкімінің орынбасары Шалқар Байбеков, сонымен қатар облыс әкімдігінің басқарма басшылары табыс етті. Уже далее состоялось открытие стрит-воркаут-площадки на набережной. Площадь под мостом разделили на несколько частей. Для подростков создана спортивная зона для стритбола, территория фитнеса и детская игровая площадка. Общая площадь нового общественного места 3500 квадратных метров. Стоит отметить, что оно обустраивается за счет средств спонсоров. В открытии общественного места приняли участие аким области Нурлан Уранхаев. Қала күнінде Абай облыстың құрылуына, сонымен бірге Мұхтар Әуезовтің 125 жылдығы құрметіне орай Семей қаласында балалар футболының бірінші турнирі өтті. Турнирге 2013-2014 жылдар туған жас спортшылар, Семей футбол орталығы мен қаланың жекеменшік футбол мектептерінің тәрбиеленушілері қатысты. Басты мақсат балалар арасындағы футболды дамыту. Семей – это родина казахстанского футбола. Сегодня здесь в честь Дня города собралось 8 молодежных команд, которые поборются за первое место. Давайте же спросим их впечатления. У меня хорошее впечатление, потому что у нас сегодня будет много команд и много игр. Ну, я вратарь и думаю, что мы вдвоем хорошая команда. Турнирдің ашылу салтанатына облыс әкімі Нұрлан Ұранхаев, қала әкімінің міндетін атқарушы Дмитрий Гариков және қоғам белсенділері келді. Спорт сайысында балғын спортшылардан құрылған 8 команда кубоктар, медальдар және естелік сыйлықтар үшін өзара бақ сынасты. Бүгінгі ойында жеңіске жеткен командалар қала әкімдігінің атынан әртүрлі сыйлықтармен марапатталатын болады. Турнирге құрметті қонақ ретінде арнайы шақырылған қазақ футболының жұлдызы Самат Смақов келіп, жасөспірімдерге сәттілік тіледі. Проводим этот турнир в честь образовавшейся в нашей области Абай. Также то, что возрождается наш именитый клуб Елимай. Также посвящен этот турнир юбилею Мухтара Әуезова, поэтому в купе все праздники собрали и хотим, чтобы наши детишки зарядились той энергией, которая была у Елимая, и у них было куда стремиться, расти и добиваться спортивных высот. Ұйымдастырушылардың айтуынша Абай облысында футболды дамыту және бұқараға насихаттау бойынша іс-шаралар жоспарланған. Балалар футбол турнирі болашақта облыстық ауқымда дәстүрлі түрде өткізіледі. Яғни, біздің балғын спортшыларымыз да Қазақстан футболының дамуына үлес қосатын болады. С 9 утра до полудня на набережной проходили выставки, конкурсы, шахматные турниры и флешмобы. В ходе мероприятия историко-краеведческий музей города Семей провел на Арбате выездную выставку «Семей. Путешествие в прошлое». Праздничный концерт на центральной площади продолжался до позднего вечера.
прекрасного города. Қала күні барысында сағат 18:00-де орталық алаңда әр сала бойынша үздік номинациясының жеңімпаздары марапатталса, кешкі 19:00-де Әміре Қашаубаев атындағы филармония және қалалық мәдениет сарайы ұжымдарының қала күніне әзірлеген концерті басталды. Мерекелік кешке Дастан Оразбеков, Калифорния сынды эстрада жұлдыздары шақырылды. Бүгін мен өте қуаныштымын осы Семей қаласының туған күніне келгеніме. Осы жердегі көрермен, осы жердің тұрғынымен кездесіп өзімнің өнерімді бөліскеніме. Мен бұл елдің, бұл мекеннің тұрғындарына шаңырақтарыңыздың үстіне түсерсін. Бейбітшілік заманымыз әркез әр шаңырақта орнасын дегім келеді. Осы жерден өскен, өнген азаматтардың бәрі биіктегенін тілеймін. Өйткені бірдің әр қазақтың қызы мен баласы міндетті түрде биіктеу керек. Себебі біз заманның қасқыр болсақ, таз болып шап деп бекер айтпаған. Сондықтан да алғыр болыңыздар, алғыр болайық, алға ұмтылайық. Сол кезде ғана біз биіктейміз. Семей, туған күнің құтты болсын. Для наших горожан была подготовлена целая программа мероприятий. С утра прошел Абай-марафон, далее открытие стрит-воркаут-площадки, потом уже футбольный турнир среди молодежи, а теперь концерт на Центральной площади, где собралось большинство горожан, чтобы поздравить его с Днем города. Давайте же узнаем, какое мнение и впечатление имеют сейчас наши горожане. Бүгін концерт өте атын ауатыр маған, себебі бүгінгі Семейде көп адамдар жиналған атмосфера өте қатты. Калифорния келеді деп үміттенгенмен келдім. Концерт болғанына көп-көп рахмет. Конечно, күшті ұнап жатыр. Біз әсіресе Калифорнияны көруге, Дастан Оразбекпен Калифорнияны көруге келгенбіз. Біз концерт күшті болып жатыр. Осындай концерттер көптеп ұйымдастырыла берсін. Рахмет айтам, көп-көп рахмет сіздерге де. Мен концертке жалпы айтатын болсам, концерт өте күшті, керемет болды. Калифорния ағамыздың келгені өте қызық болды. Бүкіл қалалық тұрғындардың жиналып жатқанына өте қатты қуаныштымыз. Бұндай Семейде осындай осындай шаралар болып тұрса өте керемет болар еді. Меніңше жақсы екен, халықты көреміз, бұрынғыдай емес, көбінесе адамдардың жиналысы көп болады. Енді ұнады өз басымызға. Концерт жоғары деңгейде өтіп жатыр. Келген әншілер бәрі көңілімізді көтеріп жатыр. Қала күнімен барлық семейліктерді құттықтаймын. Бүгін концерт өте жақсы деңгейде өтіп жатыр. Көптеген әншілер келді, жақсы, өте керемет. Осындай концерттер жиі болып тұрса жақсы болар еді. Рахмет. Концерт өте жақсы өтіп жатыр. Бәріміздің көңілімізден шықты. Семей мерекеңмен. Міне құрметті көрермен, көріп отырғандарыңыздай көздің жауын алған мерекелік кеш өз жалғасын табуда. Концертке еліміздің танымал эстрада жұлдыздары келіп халықтың көңілін көтерсе, кештің соңында отшашулар атылды. Туған қалам Семейім, туған қалам Семейім.